Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді, тәтті, құрамы 3 қана ингредиенттен тұратын, тез дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жаңадан келген көрермен болсаңыз, осы рецептім ұнаса лүпіл басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Печеньені дайындау үшін бізге міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қажет болады. Менде 82% сары май, 170 грамм сары майды өлшеп алып, дәл сол сары майдың грамммен тең жоғары сорттық ұн салып, екеуін жақсылап араластырып, илеп, жұмсақ тесто дайындаймыз. Печеньенің тестосы жұмсақ болып шықты. Енді ұн себе отырып, оқтаумен жайып аламыз. Тестоны жайып алғаннан кейін 4 бұрыштап кесіп алып, салмасына варенка сгущенка салып, конвертик қылып орап шығамыз. Бұл печеньенің жасалуы жеңіл қарапайым болғанымен, дәмі керемет дәмді тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Сонымен достар, жасалу өте оңай, жеңіл әрі тез. Печеньеміз дайын болды. Қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Және достар, тек қана менің арнамның сүйікті көрермендері үшін жер жаңғақ қосылған ерекше дәмді, ерекше печеньенің рецептісін төмендегі сілтеме арқылы өтіп көре аласыздар. Міндетті түрде қолдау білдіріп кетіңіздер. Сонымен қатар достар, алдағы уақытта қандай рецепті менің арнамда көргіңіз келеді, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды төменге қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге жауап қайтаратын боламын.